Сәлем достар, бүгін сіздермен маңызды тақырыптардың бірі, яғни балалар киімін размерін қалай анықтаймыз заказ берерде. Сол жайында болмақ. Ең бірінші каналға тіркеліп, достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Ал ендеше кеттік. Pinduoduo сайтына кірген кезде сіздер іздеген заттарыңыз осылай алдынан жаңағыдай шығып отырады. Ең бірінші мына бір кіріп көрсетейін сіздерге. Сатып алу батырмасын басамыз. Мінекей, бұл жерде мына жерде 73-80 деп жазылып тұрғандары бой. Яғни сіздің қызыңыз болмаса ұлыңыз қалайын деп жатсаңыз, соның бойына қарай осылай заказ беріп алдыртсаңыз болады. Ал келесі размерлермен тұрады. Қазір көрсетейін, оны да бар ма екен. Мінекей, бұл жерде де сондай размермен бойына арналған. Бұл жерге де 73 дегеніміз 66 мен 73 сантиметр аралығындағы балаларға арналған. Солай көрсеңіздер болады. Қазір кәдімгі размермен де көрсеткен киімдер болу керек. Мына жер уже 66-дан басталады екен. Яғни 4-5 айлықтан басталады. Так, мына бір киімге көрейік. Бұл жерде де боймен екен. Кейбір киімдер болады, ол салмағына қарай болады. Баланың салмағына қарай. Соны көрсетейін. Мінекей, сіздерге мынандай 66 бойы, еще қасында тағы да бір санда тұр. Бұл салмақ дегеніміз. Салмақты 2-ге бөлесіздер, сол кезде баланың салмағы нақты шығады. Яғни 8 пен 12 дегенді 2-ге бөлсеңіздер, 4 пен 6 килолық балаға арналған, бойы 66. Осындай да заказ беріп алдыртсаңыздар болады. Осылай да көріп заказ беріп алдыртсаңыздар болады. Кейбіреуінде осылай шығады, кейбіреуінде тек қана бойын көрсетіп қояды деген сияқты. Видео пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басуды ұмытпаңыз.